Мен тауға барамын. Жаңа сөздер: саябақ, парк, барамын, пойду, қайда, куда. Бірінші тапсырма. Мен мектепке барамын. Мен тауға барамын. Мен саябаққа барамын. Сен тауға барасың ба? Иә, барамын. Сен тауға барасың ба? Жоқ, бармаймын. Екінші тапсырма. Мектеп, школа, тау, горы, саябақ, парк. Үшінші тапсырма. Сен қайда барасың? Куда ты пойдешь? Мен тауға барамын. Я пойду в горы. Мен мектепке барамын. Я пойду в школу. Мен саябаққа барамын. Я пойду в парк. Үшінші тапсырма. Мынау мектеп. Мен мектепке барамын. Мынау тау. Мен тауға барамын. Мынау саябақ. Мен саябаққа барамын. Ол қайда барады? Жаңа сөздер: дүкен, магазин, барады, пойдет. Бірінші тапсырма. Первое задание. Тыңда, қайтала. Послушай и повторяй. Мен дүкенге барамын. Мен үйге барамын. Мен саябаққа барамын. Қайда, куда? Үй, дом. Үйге, домой. Дүкен, магазин. Дүкенге, магазин. Мектеп, школа. Мектепке, в школу. Тау, горы. Тауға, горы. Саябақ, парк. Саябаққа, парк. Мен барамын. Сен барасың. Ол барады. Я пойду. Ты пойдешь. Он пойдет. Екінші тапсырма. Второе задание. Бірінші оқушы: сен қайда барасың? Екінші оқушы: мен үйге барамын. Мұғалім: ол қайда барады? Бірінші оқушы: ол үйге барады. Есте сақта, запоминай. Ол барады. Он пойдет. Ол бармайды. Он не пойдет. Үшінші тапсырма. Третье задание. Мен мектепке барамын. Ол дүкенге бармайды. Ол саябаққа барады. Ол үйге барады. Ол тауға бармайды. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответь на вопрос. Сенің досың қайда барады? Куда пойдет твой друг? Например, менің досым тауға барады. Мой друг пойдет в горы. Дыбысы. Дауысты дыбыс. Гласная буква. На начинаются такие слова, как әже, әке, әріп. Әже – бабушка, әке – папа, әріп – буква. Сенің атың кім? Менің атым Әсет. Кім? Әже. Кім? Әке. Кім? Әсет. Не, что, неше, сколько, қандай, какой. Не, әріп. Мен анаммен барамын. Жаңа сөздер: кіммен, с кем. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Мен дүкенге барамын. Мен анаммен барамын. Я пойду в магазин. Я пойду с мамой. Мен әжеммен барамын. Я пойду с бабушкой. Мен атаммен барамын. Я пойду с дедушкой. Екінші тапсырма. Сен қайда барасың? Мен мектепке барамын. Мен тауға барамын. Мен дүкенге барамын. Мен саябаққа барамын. Сен кіммен барасың? С кем ты пойдешь? Мен атаммен барамын. Мен әжеммен барамын. Мен әкеммен барамын. Мен анаммен барамын. Үшінші тапсырма. Третье задание. Сен қайда барасың? Мен мектепке барамын. Сен кіммен барасың? Мен анаммен барамын. Есте сақта,
Запоминай. Мен барамын. Я пойду. Мен бармаймын. Я не пойду. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Толықтырып айт. Дополни. Мен мектепке барамын. Мен дүкенге бармаймын. Мен тауға барамын. Мен саябаққа бармаймын. Сен қайда барасың? Куда ты пойдешь? Сен кіммен барасың? С кем ты пойдешь? Ответь на вопрос. Например, мен саябаққа барамын. Мен анаммен барамын. Я пойду в парк. Я пойду с мамой. Дыбысы. Дауысты дыбыс. Гласная буква. На букву есть такие слова, как піл, кітап, бір. Буква пишется во всех позициях слова, и в начале, и посередине, и в конце. Сенің атың кім? Менің атым Інжу. Кім? Кто? Не? Что? Неше? Сколько? Қандай? Какой? Не? Піл, кітап. Неше? Бір. Кім? Інжу. Көлік, транспорт. Жаңа сөздер. Саяхат, путешествие, немен. На чем? Көлік, транспорт, жаяу, пешком. Бірінші тапсырма. Первое задание. Поезд, поезд. Автобус, автобус. Машине, машина. Ұшақ, самолет. Мынау әуежай. Это аэропорт. Мен саяхатқа шығамын. Я буду путешествовать. Есте сақта. Запоминай. Мен автобуспен барамын. Мен жаяу барамын. Екінші тапсырма. Второе задание. Сен қайда барасың? Мен үйге барамын. Мен тауға барамын. Мен дүкенге барамын. Мен мектепке барамын. Мен саябаққа барамын. Сен немен барасың? Мен пойызбен барамын. Мен машинемен барамын. Мен ұшақпен барамын. Мен автобуспен барамын. Мен велосипедпен барамын. Үшінші тапсырма. Третье задание. Ол үйге машинемен барады. Ол үйге автобуспен барады. Ол үйге велосипедпен барады. Ол үйге жаяу барады. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Мынау автобус. Мен автобуспен барамын. Дыбысы. Дауысты дыбыс. Гласная буква. Өрік, төрт, көк. Буква встречается в начале слова и посередине. Сенің атың кім? Менің атым Өнербек. Кім? Өнербек. Не? Өрік. Неше? Төрт. Қандай? Көк. Мен шаңғы тебемін. Жаңа сөздер. Ертең. Завтра. Демалыс. Выходной. Или отдых. Бірінші тапсырма. Первое задание. Балалар, ертең демалыс. Біз тауға барамыз. Алақай, біз тауға барамыз. Мен шаңғы тебемін. Сен тауға барасың ба? Есте сақта. Мен барамын. Я пойду. Біз барамыз. Мы пойдем. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Второе задание. Ответь на вопрос. Сен кеше қалай демалдың? Как ты вчера отдохнул? Жақсы, хорошо, өте жақсы, отлично, тамаша, прекрасно. Үшінші тапсырма. Мен кеше ауылға бардым. Мен кеше қалаға бардым. Мен кеше тауға бардым. Мен кеше циркке бардым. Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Кеше демалыс болды. Мен әкеммен тауға бардым. Мен кірпіні көрдім. Мен жақсы демалдым. Ол қайда барды? Ол тауға барды. Ол нені көрді? Ол кірпіні көрді. Ол қалай демалды? Ол жақсы демалды. Қ дыбысы. Қ дауыссыз дыбыс. Қ согласная буква.
Қарындаш, қасқыр, қара. Сенің атың кім? Менің атым Қанат. Кім? Қанат. Не? Қасқыр. Қарындаш. Қандай? Қара. Ғ дауыссыз дыбыс. Ғ согласная буква. Ағаш, тоғыз, ғарышкер. Буква Г пишется в начале слова и посередине. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Менің атым Ғалымжан. Меня зовут Ғалымжан. Кім? Ғалымжан, ғарышкер. Не? Ағаш. Неше? Тоғыз. Кел, қайталайық. Давай повторим. Бірінші тапсырма. Первое задание. Посмотри на картинки и ответь на вопросы. Первый вопрос. Сен қайда барасың? Куда ты идешь? Мен дүкенге барамын. Я иду в магазин. Второй вопрос. Бұл қандай әріп? Это какая буква? Бұл әрпі. Мынау не? Что это? Бұл ұшақ. Это самолет. Сен тауға барасың ба? Ты пойдешь в горы? Я, мен тауға барамын. Да, я пойду в горы. Сен үйге немен барасың? Мен үйге автобуспен барамын. Шестой вопрос. Сен коньки тебесің бе? Ты катаешься на коньках? Я, мен коньки тебемін. Да, я катаюсь на коньках. Сен мектепке кіммен барасың? С кем ты идешь в школу? Мен мектепке атаммен барамын. С дедушкой. Сен не істейсің? Что ты делаешь? Мен шаңғы тебемін. Я катаюсь на лыжах.